Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер? Қалай ойлайсыздар? Бір ауыз сөзбен баланың өмірін қалай өзгертуге болады? Бір ауыз сөзбен. Мен саған сенемін. Сенім арқылы. Жылы сөз. Рахмет. Таңдалған мүмкіндік беру. Және де ол жақсы жақтар, енді бір ауыз сөз ол адамды қанағаттандырады, сенім береді, өмірін өзгертеді, немесе сол бір ауыз сөз жаралайды, тоқтатады, өзін-өзі бағалауын түсіреді. Құрметті әріптестер, бүгін біз пән туралы емес, әдістеме туралы емес, бүгін біз сіздермен өзіміздің ішкі мәдениетіміз туралы сөйлесеміз. Бүгінгі тақырыбымыз педагогикалық этика. Енді қазір сіздермен кішкене бір айна рефлексиясын өткізіп жіберсек, сіздерге бір екі сұраққа ойланып жауап берсеңіздер. Мысалға, егер ертең сіздің сабағыңызды оқушыңыз емес, өзіңіздің балаңыз көрсе, ұялмай қарай аласыз ба? Екінші сұрақ, сіз оқушыға сөйлеген даусыңызбен өз балаңызға сөйлей аласыз ба? Ал енді пікір алмасайық, қалай? Өзіңіздің ойыңызды айтыңыз. Енді екінші сұрағына сабағыңызға балаңыз қатысса, Сіздікі қатысыңыз, ұялмайсыз ба? Өзіңіздің сабағыңызда өзіңіздің балаңыз Жоқ, ұялмайды. ұялмай, нақты баламен жұмыс жасайсыз. Екінші сұрағында оқушыға қалай сөйлейтінді, солай өзіңнен келіп балаға да сөйлей алыңыз. Керемет, жақсы. Сіздерден тоқтар. Мен де өзім балама сабақ беруге, сабағыма қатысуға ұялмаймын. Және оқушылармен де мен баламның жанын қалай түсінуге тырысамын, оқушылармен де сондай қарым-қатынас жасаймын. Өзімнің баламмен қарым-қатынас жасағандай әрбіреуінің жаны дүниесін түсініп қарым-қатынас жасаймын. Рахмет сіздерге. Дұрыс айтасыздар. Педагогикалық этика бұл тек бақылау емес, ол ішкі жауапкершілік. Яғни педагогикалық этика дегеніміз не? Ол педагогтың кәсіби қызметінде адамгершілік қағидаларының жүйесі, бір шетінен ол қандай құндылықтардан тұрады? Сабырлық, жауапкершілік және әдетте құпиялылық. Бұл кәсіби мәдениеттің негізі. Енді келесі шолу ол біздің қазіргі заман мұғалімі қандай болу керек? Қандай деп ойлайсыздар? Жан-жақты болу керек. Заманауи болу керек. Көшбасшы болу керек. Білімді болу керек. Цифрлық сауаттылығы жоғары болу керек. Жақсы. Яғни 21-ші ғасыр мұғалімінің заманауи портретіне шолу жасаса, ол әрине білім беруші болғандықтан, сіз айтқанда, сіздер айтқанда білімді болу керек. Кейін ол ментор, және де міндетті түрде психолог. Қазір барлық мұғалімдер психолог. Медиатор. Яғни өзіңіздің сыныптарыңыздағы қарым-қатынасты, байланысты ұстайтын адам, медиатор. Яғни мұғалім офлайнда, онлайнда үлгі болу керек. Деген сөзбен келесі мәселе ол цифрлық этикаға келеді. Яғни заманауи кеңістікте цифрлық этиканы біз ұстануды білуіміз керек. Яғни біріншіден әлеуметтік желідегі мінез-құлық, ол жеке фотосуреттер мен жарияланымыздың мазмұны мұғалім мәртебесіне сай болуы тиіс. Оны мен сіздерге ылғи айтамын, мұғалім әр кезде де, әр уақытта да мұғалім екенін ұмытпау керек. Яғни сурет менің жеке парақшам екен деп суретті қойған кезде де ойланып қоямыз ғой. Себебі оны ата-ана көреді, оқушы көреді. Келесі ол ата-аналар чаты. Ата-аналар чатында ресми стильді сақтау, жұмыс уақытында жауап беру және конфликттерді болдырмау.
яғни мұғалім өзінің кішкене жоғары ұстап тұру керек, ата-аналармен сөйлескен кезде ресми стильді ұстану керек. Қаншалықты ол сіздерге туыс болса да. Келесі онлайн коммуникацияның барлығымызды сақтан білеміз. Бейне қоңыраулар кезінде сыртқы келбетпен, фон, дауыс ырғағы мен сөйлеу мәдениетін ұстану керек. Келесі жеке пікір мен кәсіби ұстаным. Қоғамдық талқылауларда ұстанымдылық таныту мен мекеме беделін сақтау. Яғни осы жерде кішкене дипломат болу керек сияқты. Яғни бүгінгі мұғалім, онлайнда мұғалім, әлеуметтік желіде де мұғалім, қоғамда да мұғалім. Хорошо, рахмет. Енді этика деп мектеп қабырғасындағы емес, бүкіл қоғамдық кеңістікте сақталуы керек екен. Енді келесі ойынымыз стоп-кадр әдісі деп аталады. Яғни жағдаяттарды талқыласақ сіздермен кішкене. Мен қазір сіздерге 3 қысқаша жағдаят айтамын. Әр жағдаяттан соң стоп деп айтамын. Сол сәтте сіз шешімін айтасыз. Бірінші жағдай. Оқушы жұмысын орындамаған. Мұғалім, сенен ештеңе шықпайды. Стоп. Не айтасыздар? Жоқ, олай айтуға болмайды. Біріншіден оқушының уәжі түседі ғой. Уәжі көрген оқушылар деп жатамыз ғой. Мүмкін оның белгілі бір себебі болған шығар. Енді осы кезде, осы сөздің баланың болашағына әсері қандай? Анау жаңа сіз басында айтып кеткен тұлғалық бейні түседі ғой. Мотивациясы төмендейді ғой. Жанын жаналайды. Сенен ештеңе шықпайды. Одан кейін сізге деген көзқарасы өзгереді ғой. Енді осы сөздің альтернативасы қандай? Басқаша қалай айтамыз? Баланың жан дүниесіне не себеп болды? Жағдайды сұраймыз ғой. Не себептен орындалды? Әлде түсінбедім ба? Қиындық тудырды ма? Рахмет. Енді дұрыс айтасыздар. Үй жұмысын орындамаған мұғалім эмоцияға беріледі. Сен ештеңе шықпайды. Бұл сөз оқушыға қалай әсер етеді? Яғни сын айтуға болмайды, тұлғаны кемсітуге болмайды. Альтернатива сын айту керек, бірақ оны қалай дұрыс жеткізуге болады. Қалай дұрыс жеткізуге болады? Сіздер айтқандай, сен келесі келесі екінші жағдаят. Ата-ана чатта агрессия көрсетті. Мұғалім эмоциямен жауап берді. Бірінші сұрақ, эмоциямен жауап беру кәсіби ме? Екінші, мұғалімнің мәртебесі қайда қалады? Бұл жерде жоқ, эмоциямен жауап беруге болмайды. Біріншіден, ол өзінің педагогикалық әдептілігін сақтау керек. Ата-ана қанша жерден оған эмоцияға беріліп сөйлеп тұрса да, ол ата-ананың провокациясына түспеу керек. Өзінің педагогикалық этикасын сақтап, педагог мәртебесі аясында өзінің құқығын қорғап жауап беру керек, шектен шықпау керек, эмоцияға берілмеу керек. Дұрыс айтасыздар. Этика ол эмоцияны басқару. Рахмет. Келесі үшінші жағдай. Әріптесіңіз қате жіберді. Сіз оны мұғалімдер бөлмесінде талқыладыңыз. Ол кәсіби бірлік пе? Біз бір командамыз бар. Команданы болу үшін ондай болмау керек. Келесі қарасаңыздар, мына жерде сіздерге берілген үшінші жағдаят ұжымдық мәдениет. Әріптесті сынау, енді барлығымыз сыншылымыз тек оңаша жерде ғана айту керек. Және болмаса ол кісінің бетіне, көзіне ғана айту керек. Және қолдау көрсету керек ол кісіге. Жария түрде көпшілік алдында ол дұрыс жағдай жасаса, дұрыс жағын айтып, жаман жағын болса, дұрыс емес жағын болса, жекесіне, өзіне ғана айтып. Сонда бірлік бар жерде кәсіби бедел де бар.
болады екен. Енді сіздермен келесі заң және жауапкершілік туралы айтып өтсек, осы қазір ғана өздеріңіз айттыңыздар, педагог мәртебесі туралы заңында педагог біріншіден, сол заңды біле тұрсақ, біріншіден заңға сәйкес педагог міндетті дейді оқушының ар-намысын қорғауға, әдеп нормаларын сақтауға, кәсіби беделін түсірмеуге. Енді этиканы бірақ дейміз, этиканы заң емес, ар-ұят сақтайды. Яғни өзіміз іштегі өзіміздің арымыз бен ұятымызға адал болуымыз керек та. Келесі қорыта келе сіздерге айтқым келгені, кейде біз ойлаймыз, бұл жай ғана сөздер, бірақ оқушы үшін ол тағдыр болуы мүмкін. Біз кейде ойлаймыз, бұл жай ғана ескерту, бірақ бала үшін өзін бағалау деңгейі болуы мүмкін. Құрметті әріптестер, мұғалімнің ең үлкен қаруы білім емес, тәжірибе емес, ол әрине адамгершілік. Мұғалімнің ең үлкен қаруы десек болады, ол махаббат, мейірім, адамгершілік деп атап өтсем болады. Педагогикалық этика бұл ереже емес, бұл біздің болмысымыз болу керек. Егер біз мәдениетті болсақ, оқушы да мәдениетті болады. Егер біз әділ болсақ, қоғам да әділ болады. Енді сіздерге мынандай кішкентай тапсырма берілген отыр. Бір апта бойына өзіңізге әр ескерту сөйлемін қайта құрастырып көріңіз. Әр негативті эмоция алдында 5 секунд пауза жасаңыз. Бір оқушыны саналы түрде қанағаттандырыңыз. Яғни, сіз өзіңіз бағалайсыздар бір апта бойы. Егер бір негативный бір сөз айтқыңыз келсе, алдында 5 секунд ойланыңыздар. Егер сіз ескерту жасағыңыз келсе, оны басқа формада үйлестіріп көріңіз. Және де саналы түрде бір оқушыны қанағаттандыратындай сөздер айтыңыздар. Бір апта бойы. Сонда өзіңіздің өзгерісіңіздерді байқайсыздар. Енді сіздердің алдыларыңызда тұрған 7 қағидат бар. Мұғалімнің 7 қағидаты. Осы қағидасымен сіздерге бөліскім келіп отыр. Және де мына жерде бұл өздеріңізге болсын қағида, памятка дейді ғой. Енді келесі, ол кішігірім өзіміз берген антымыз болсын. Яғни бұл жерде менің жеке педагогикалық антым дейді. Мен Бейсенқұлова Айран Сайынқызы әр оқушының тұлғасын құрметтеуге, сөзіме жауапкершілікпен қарауға, эмоциямды басқаруға, кәсіби беделімді сақтауға, ұжымдық мәдениетті нығайтуға ант етемін деп қолымен бүгінгі күнді қойсақ. Сыртына бір жабыстырып қойды. Қазақ етін көрсетер күшті. Аяқтасақ, құрметті әріптестер, бүгінгі жиынымыздың, іс-шарамыздың қорытынды сөзін айтып өтсек, біз жай ғана педагог емеспіз, құрметті әріптестер. Біз болашақ қалыптастырушымыз. Педагогикалық этика бұл талап емес, бұл біздің болмысымыз. Келіп қатысқандарыңызға көп-көп рахмет.